Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен банан қосылған керемет таңғы ас дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға 50 грамм қант қосып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сосын жарты бананымызды қосып, жақсылап езіп араластырып аламыз. Бананымызды араластырып алғанымыздан кейін 50 грамм сұйық май қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Сосын жарты пиала ұнымызды аз-аздан қосып, оны да жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Барлығын араластырып алдық. Енді алдын ала қыздырып қойған табамызға осындай 2 ас қасықты толтырмай пісіріп аламыз. Бет осындай төмпекшік болып тұрған кезде асты піскен болады. Сол кезде аударып пісіріп ала береміз. Мен барлығын осы видеода көрсеткенімдей пісіріп алдым. Енді әрлейміз. Мен тарелкаға екеуін салып алдым. Қасына банан турап салдым. Сіздер қалауларыңызға қарай әрлесеңіздер болады. Бананымды салып алғаннан кейін аздап бетіне бал жағып шықтым. Міне сонымен біздің банан қосылған таңғы асымыз дайын. Ас болсын. Дәмін енді айтып жеткізе алмаймын, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецептім ұнаған болса, менің арнама тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.